Саламат Мұқашев атындағы Атырау политехникалық жоғарғы колледжі мұнай және газ өнеркәсібі жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу мамандығына арналған қазақ тілі мен әдебиет пәнінен бейне сабақ. Оқытушы Маңғыстаува Қарлығаш Сабырқызы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Әзілхан Нұршайықов «Ақиқат пен аңыз». Әзілхан Нұршайықов 1922 жылдың 15 желтоқсанында бұрынғы Семей облысы, қазіргі Шығыс Қазақстан облысы, Жарма ауданына қарасты Келінсүйегі деген жерде дүниеге келген. Қысқаша мазмұны. Бұл шығармада Ұлы Отан соғысының даңқты қаһарманы гвардия полковнигі Бауыржан Момышұлының азаматтық ерлік тұлғасы мүсінделеді. Баукеңнің сонау балауса жастық шағынан бері Совет армиясының үздік мектебінде шыңдалу кезеңіне, Ұлы Отан соғысының 30 жылдарынан бастап күні бүгінге дейінгі ұлағатты өмір жолын шынайы фактілер аясында қызғылықты баяндайды. Романның жазылу формасы да ерекше. Бүкіл оқиғамен автор мен кейіпкердің диалог арқылы өтеді. Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» романы қазақ прозасына өркендеуіне елеулі үлес қосты. Өйткені роман диалог түрінде жазылып, көркем проза үшін тың жанрда дүниеге келді. Шығармадағы бүкіл оқиға автор мен кейіпкердің өзара әңгімесі арқылы өрбиді. Жазушы «Ақиқат пен аңыз» шығармасына Ұлы Отан соғысының даңқты батыры, гвардия полковнигі Бауыржан Момышұлының ғибратты ғұмырын арқау етіп алған. Автор өз кейіпкерінің сонау балалық шағынан бастап, білім алып еңбекке араласуын, Ұлы Отан соғысына қатысып, батыр атануын, дивизия басқаруын, бейбіт күндегі әскери қызметін, жазушылыққа бет бұруын шынайы деректермен растай отырып, қызықты баяндайды. Автор кейіпкердің шынайы әңгімесін айна қатесіз беру арқылы оның образын сомдап шығады. Батырға лайық сес, қайсарлық, әділдік, кесіп айту, тура сөйлеу сынды қасиеттерін Бауыржан Момышұлының өз аузынан шыққан әр сөзі арқылы дәлелдеп, түйіндеп отырады. Атақты адамдардың сөзі, іс-әрекеті әдетте ел аузында қалады. Ал Бауыржан Момышұлының секілді тік мінезді, шыншыл, өжет, қайсар адамның әр қадамының халық арасына аңыз болып тарап кетуі заңдылық. Сондықтан автор ел аузындағы аңыздар мен шындықты алма кезек оқырман назарына ұсынады. Оқушы оқиға өрбіген сайын, батыр мінезі дараланған сайын ел аузындағы бұл аңыздардың ақиқат екендігіне көз жеткізеді. Шығарманың ішкі композициялық ерекшелігі де осында. Глоссарий. Аңыз өмірде болған абзал адамдар туралы шындыққа жанасында халық жадында сақталған оқшау оқиғалар. Ақиқат, шындық, туралық. Роман диалог, романдағы бүкіл оқиға автор мен кейіпкердің диалогы арқылы өтеді. Бірнеше дұрыс жауапты белгілеңіз. Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» романы диалогының кейіпкерлерін көрсетіңіз. Бауыржан, Бозжанов, Момыш, Рауан. Әзілхан, қажетті сөзді жазыңыз. Әзілхан Нұршайықов өзінің «Ақиқат пен аңыз» шығармасын Ұлы Отан соғысының даңқты батыры, қажетті сөздер Талғат Белгелдиновтың, Бауыржан Момышұлының, Қасым Қайсеновтың өмір жолына арнаған. Дұрыс-бұрысын белгілеңіз. Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» романының тақырыбы тың игеру жылдарындағы халық өмірі. Дұрыс па, бұрыс па? Әзілхан Нұршайықов 1941-45 жылдар аралығында Қызыл армия қатарында болып, Ұлы Отан соғысына қатысқан. «Ақиқат пен аңыз» романы аты аңызға айналған батыр Бауыржан Момышұлы жайында. «Ақиқат пен аңыз» романы 1980 жыл жазылған. Бүгінгі өткен сабақтың тақырыбына байланысты тест сұрақтары 10 сұрақтан тұрады. Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» романы қай жылы жарық көргенін көрсетіңіз. 71-85, 70-80 жылдары. Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» романының бас кейіпкерін көрсетіңіз. Талғат Белгелдинов, Бауыржан Момышұлы, автор Қасым Қайсенов.
Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» шығармасының жанрын көрсетіңіз. Повесть, роман, диалогия, роман, диалог, роман, трилогия. Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» шығармасының композициялық құрылымын көрсетіңіз. 11 бөлімнен тұрады, 11 диалог және эпилогтан тұрады, 2 кітаптан тұрады, пролог 12 тарау және эпилогтан тұрады. Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» романының кейіпкері Бауыржан Момышұлының соғыс басталғанға дейінгі істеген қызметін көрсетіңіз. Хирург, медицина қызметкері, экономист, банк қызметкері, журналист, жазушылық қызмет, кітапханашы. Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» романының кейіпкері Бауыржан Момышұлы қай жылы Қызыл ту орденімен марапатталғанын көрсетіңіз. 1968, 1955, 1945, 1942 жылдары. Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» романының кейіпкері Бауыржан Момышұлы қандай оқу орнында білім алғанын көрсетіңіз. Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық институты, Максим Горький атындағы әдебиет институты, Алматы медицина институты, Ленинградтық финанс академиясы жанындағы курс. Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» романының кейіпкері Бауыржан Момышұлына батасын берген қартты көрсетіңіз. Әуезов, Жабаев, Мұқанов, Байғанин. Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» романының кейіпкері Бауыржан Момышұлының соғыс аяқталған кездегі шені мен қызметін көрсетіңіз. Генерал-лейтенант батальон командирі, генерал-дивизия командирі, лейтенант рота командирі, полковник дивизия командирі. Әзілхан Нұршайықовтың аты аңызға айналған батыр Бауыржан Момышұлы туралы жазған шығармасын белгілеңіз. 2 естелік, Жамбылға қақ, махаббат, қызық мол жылдар, ақиқат пен аңыз. Осы тестің жауаптарын дұрыс таба отырып, сіздерге Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» романының басты кейіпкері Бауыржан Момышұлына мінездеме жазу тапсырылады. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.